жалпы қазір қалай ойлайсыз, жасөспірімдер неліктен қатыгез болып барады? Қазір жасөспірімдер көбінесе интернет желісінде көп отырады. Қалай айтайын, ютубта неше түрлі жағдайларды көреді, мысалы бұзықтықты көреді, қоғамдық ортада өздерінің орталары дұрыс емес. Сондықтан соларды көріп еліктеп, жасөспірімдер бір-бірін осы аяусыздыққа барып деп ойлаймын өзім. Енді жастарды қалай тәрбиелеуге болады? Жастарды енді әке-шешеміз жаман болсын демейді ғой. Сондықтан тәрбие әке-шешесі қадағалау керек деп ойлаймын. Мен ойлаймын, ол үйдегі тәрбиеге байланысты. Қазіргі біз оқыған кезде мектепте ондай естімейтінбіз, шу болмайтын. Білмеймін, мектепте де сондай жаман тәрбие бермейді деп ойлаймын, ата-анасы жаман тәрбие бермейді деп ойлаймын. Бұлар неге қатыгез білмеймін, сол заманға байланысты ма, или интернет құрта ма деп ойлаймын. Енді жасөспірімдерді қалай тәрбиелеуге болады? Енді үйде айту керек шығар ата-анасы бәрі. Осылай істеуге болмайды. Құлақтарына құйып болса, ондай болмайды деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз аға, бүгінгі таңда жасөспірімдер неліктен қатыгез болып бара жатыр? Енді өмірге байланысты, өмір емес, қалай да заманға байланысты. Интернет көп, информация көп. Қорыталмайды, сосын өзімен өзі, әркім өзінше бірін-біріне қалай деп айтсам екен. Мен сенен кем емеспін деген сондай неде таласушылық па, жоқ таласу емес, дұрыстап айтайын. Үстемдігін көрсеткісі келеді. Негізі балаға үйден де ата-ананың тежеуі қажет деп ойлаймын. Мен бірыңғай ұл тәрбиелеп отыр, мысалы 4 ұлым бар. Ұлдарыма үнемі айтып отырамын. Жүрген жеріңді, шыққан жеріңді айтып отыр. Барған жеріңді айтып отыр, келатқаныңды айтып отыр. Кіммен жүрсің, қалай жүрсің ескертіп отыр деп. Үйден сұраныс болу керек ата-анадан. Қаталдық болу керек, бетімен жіберу деген болмау керек. Не себепті? Үйде өйткені қазір баланың ата-аналардың көбісі мұғалімнің алдына түсіп алып, баласын өбектейді. Мұғалімнің сөзін сөйлемейді. Мұғалімді жау көреді. Неге? Мұғалімді жау көрмеу керек. Мұғалімді қайта бала сіздікі, сіз тәрбиелеңіз осы жерден. Мен үйден тәрбиелеймін. Мен жақсылықты үйден үйретемін. Сіз барлық жақсылықты осы жерде мектептің табалдырығындағы, мектептің ішіндегі тәртіптің барлығын бала сіңіріп өсу керек. Өйткені біз мектептің ішінде не болып жатқанын білмейміз ғой. Бала қалай жүреді, сыртта өзін бала бәрібірден бөлек ұстайды. Ал үйде басқаша ұстайды. Сол біз көрмеген затты мұғалімдер көреді, сол жерден тежеу болып ата-ана араласпаса, балалар бұлар қатыгез болмас еді деп ойлаймын мен. Көбінесе қазір қарамаймыз ғой балаларға. Внимание бермейміз, жұмыста жүреміз азаннан кешке дейін мысалы. Сол внимание жетіспегеннен сосын интернет тәрбиелейді, интернеттен көреді. Содан деп ойлаймын. Балағаттайды, не көп мейірімді жоқ, но кейбір мейірімділер бар, но көп балағаттайтындар да бар, бірақ көп сөйлеспейміз достарымызбен әлі. Неліктен көп сөйлеспейсіңдер? Бір сыныпта оқисыңдар ғой? Иә, бір сыныпта оқимыз, бірақ олар бізбен бірге қарсы шығады, не үшін екенін білмеймін, балағат сөз көп айтады. Из-за окружающего мира и вообще сейчас в последнее время дети очень прям агрессивные. У них маты за каждую секунду вылетают. И это, скорее всего, может какие-то люди плохие по соцсетям проходят там. Вот. Вообще-то как можно воспитывать подростков, молодежь? Что не хватает? Наверное, агрессивным людям, мне кажется, не хватает внимания в основном родителей, друзей. Если уделять много внимания детям, то, мне кажется, они бы были более такие, спокойные, воспитанные. Потому что они играют в игры, где есть жестокость. И для них это становится как игра, реальная жизнь. Они не осознают то, что делают. Они, то есть, в играх играют, и для них это нормально. А в реальной жизни они думают, что ничего не случится от этого. Ол көбінесе мен ойымша осы ғаламтор, интернеттің ғаламтордағы әлемде болып жатқан жаңағындай зұлымдықтардың кесірі деп ойлаймын. Бұрын бізде мысалы біздің балалық шағымызда ондай болған жоқ қой. Біз көп нәрсені білген жоқпыз мысалы. Қазір балаларға көп кітап оқымайды. Мүмкін ата-аналардың да балаларға қарауға уақытысы жоқ. Заманның өзі бір
рухани құндылықтан гөрі жаңағыдай материалдық құндылыққа көп мән беріп кеттік та. Балалардың өзі үйдегі тәрбие де әсер етеді деп ойлаймын. Ата аналар тек қана кешке шейін ақшаның соңында жүргендіктен, мысалы театрға бару, не болмаса бір әдеби үйірмелерге қатысудың орнына оларға жаңағы байлық қуып кеткеннен кейін соның түбі соған әкеліп жатқан сияқты да, рухани құндылықтардың жоқтығы деп ойлаймын мен өз басым. Енді осыны қалай тоқтатуға болады? Қалай жаңағы жасөспірімдердің бетін жақсылыққа, рухани дүниеге, адамгершілікке қалай бұруға болады? Ол енді бастауы неден болу керек? Отбасынан болу керек. Ата-аналардың өзі бірге оқу керек кітапты, мысалшы. Бұл дүниенің несі тек қана байлық емес. Одан рухани құндылық арқылы да адам өзін бай сезінуге болатынын білу керек деп ойлаймын. Кітап оқу керек. Ата-аналардың өзі, қазіргі жас ата-аналар оқу керек кішкене. Кино, театрға бару керек. Өнген балалардың жаңағыдай қызығушылық сезімдері, аяушылық сезімдері, сол театрда отырып, мысалы, бала көзіне жас алса, мысалы, бір жүрегін тебірентетін нәрсені. Ол бала енді, мысалы, жан-жағына онда аяушылық сезіммен, мейірімділікпен қарайтын болады да. Мысалы, бір театрда бару адамды жылататын да, күлдіретін де жағдайлар, әртүрлі сезімдерін оятатын. Соның барлығын бала бастан кешу керек. Ал мынандай ақпараттық заман ғой енді қазір, технологияның дамығаны біздің рухани құндылықтарымызды жойып жатыр деп ойлаймын.